Ұлжалғас Абдраманқызы Ғалымжанова құрметті зейнеткер, аяулы әже, 4 баланың ардақты анасы. 18 жасында Шымкент облысынан келген жас қыз бала киелі Көкшетау топырағының келіні атанып, осы жерде Сәлімжан ағамызбен отау көтеріп, бүгінгі күні Көкшетау қаласының танымал тұрғыны. Жас күндерінен Сәлімжан ағамызбен бірге теміржол бойында тапжылмай еңбек етті. Өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, алға қарай қатар жылжыды. 36 жыл теміржол асханасында аспазшы болды. Адал еңбегімен танылды. Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің тілдерді оқыту орталығының құрметті зейнеткері. Ұлжалғас апайды жыл сайын көріп, осылай келіп құттықтап тұрамыз. Бүгін енді Ұлжалғас апайға бір-екі сұрақты егеледім. Құрметті Ұлжалғас апай, сіз біздің Көкшетау елінің келінісіз. Өзіңізді болашаққа келін болып, жас күніңізде келгеніңіз есімде. 1973-тен осында тұратын келін болды. 46 жыл болады. Сәкемен, Сәлімжан аты жолдасымен. 4 кішкентайымыз бар. Ол ер азаматтар болды. Бәрін оқытты, Аллаға шүкір. Қызмет еттік өкіметке. кезіңіз есіңізде ме? Бұл қызметке кім бар? Депутат Сәке. Мінеке, мынау біздің Сәлімжан ағамыз жас кезінде депутат болған кезде. Мына біздің Сәлімжан аға болар еді. Иә, жас кезі. 23 жас. 23 жасында. Армияда жүрген кезінен сурет екен. Ұлжалғас апай оңтүстік өңірдің қызы болып, бүгінгі күнде солтүстіктің өңірінің аяулы әжесі. Мінеке, сізге тағы бір сұрағым бар. Осы біздің қазіргі жастардың арасында тәрбиеде кемшілік па, әлде бүгінгі күнгі мынау ақпараттың көп болғанынан ба, жас отбасыларға көптеген айлысы дегендер көп болып жатыр. Сол жастарға бір сондай өзіңіздің енеге әже ретінде бір ақылыңыз не айтар едіңіз? Қазіргі жастарға айтар тілегім, араларында сыйластық, бір-біріне деген сүйіспеншілік, шыдамдылық пен төзімділік керек. Отбасында осындай қасиеттер болса, шаңырағы биік, босағасы берік жанұя қалыптасады, дейді Ұлжалғас апай. Зейнеткерлікке шығар алдында соңғы 4 жыл Көкшетау қаласының тілдерді оқыту орталығында жұмыс істеді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын демекші, Ұлжалғас апайымызды біздер адал еңбегі, аналық мейірімі, апалық қамқорлығы үшін жақсы көреміз. Осындай өнегелі әжелеріміз арамызда жүр. Бізге осындай айтқан ақыдан жағымыз бар еді. Сіздің өзіңізге осылай бізді күнде қарсалғаныңызға айтамыз. Мынау атаулы даналар болсын, деніңізге саулық берсін. Біздің Сәлімжан ағамызға біздің ұжымнан пайдалы сәлем айтыңыз. Егеріңіз әрқашан бірге жасап, балалардың қысымына бөліне беріңіз. Амин. Амин.